Әблязов енді біліп, енді ұғып жатыр Қазақстан толық Ресейдің губерниясы екенін. Бұл өте өкінішті, достар. Бұл өте өкінішті. Мына Әблязов енді жана мінеки 1-2 ай болды ма көзі ашылып келе жатқан. Бұл өте өкінішті. Себебі сен білмесен, ахуалда елдегі, сен түсінбесен, сен кіммен күресесің? Сен қалай күресесің? Сен мен айтқандай жаңағы жел диірменмен күресесің. Дон Кихот сияқты. Басты жау Ресей Федерация, Қазақстан билігін ешқандай рөлі жоқ. Иллюзия қазақтың билігі. Парламент, үкімет деп мен 2018 жылдың маусым айында сараптама бердім. 7 жыл болды десе болады. 7 жыл қақсап келе жатыр осы тақырыпты. Қашанда 99% желіде жүргендер Қытай келді, Қытай бейтті. Қытайдың бір агентін Қазақстан парламентінде, үкіметінде, президент әкімшілігінде көрсетіңдер, таба алмайсыңдар. 100% барлығы орыстың диверсанттары. Президент әкімшілігі, парламент, үкімет, акиматтардың барлығы орыстың диверсанттары. Мен айттым.